Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі эпизодты мен Түркияның Сакария қаласынан жазып отырмын. Бұл жерге келудегі менің басты мақсатым PhD-дің тағылымдамасы бойынша келгенмін. Жай ғана келмей, 5300 шақырымнан өзімнің микрофонымды алып келдім. Осы жақтан қызықты тақырыптар төңірегінде подкаст эпизодтарын дайындасам деген жоспарымда болды. Сонымен Түркиядағы алғашқы эпизодты жазып отырмын. Бұл эпизод менің осы жақтағы бір апта ішінде байқаған, көрген, білген, алған әсерлерім төңірегінде болмақ. Сонымен кеттік. Ең бірінші мәселе, ең бірінші әсер ол тіл мәселесі. Мен негізінде түрік тілін білмеймін. Тіпті 2-3 сөзді де білмеймін. Сөздерді түсінбеймін де. Көп адам қазақ пен түрік тілі өте ұқсас. Ол жаққа барғанда қазақша сөйлей бер, түріктер түсінеді деген ол миф. Ондай нәрсеге сенбеңіздер. Мен бұл жаққа сеніп келгенім бұл ағылшын тілі болады. Енді халықаралық тіл, оны барлығы түсінеді, сөйлейді деп ойладым. Алайда миллион тұрғыны бар Сакария қаласының 90% ағылшын тілін білмейді, түсінбейді. Сондықтан да түрік тілінде бір кем дегенде A2 деңгейінде біліп меңгеріп келген дұрыс екеніне көзім жетті. Сонымен қатар түрік тілін болсын, өзіңіз барған мемлекеттік тілін білу, сол елге деген, сол мемлекетке деген құрмет деп білем өз басым. Одан бөлек, сіз сол елдің тілін білсеңіз, меңгерсеңіз, онда қандай да бір қиындық та туындамайды, өзіңіздің проблемаңызды осы тіл арқылы шеше аласыз. Яғни тіл кез келген жерде, кез келген уақытта басты рөл ойнайтын негізгі құрал деп айтсақ болады. Екінші менің байқаған дүнием бұл түріктердің өте көп мөлшерде шылым шегетіні. Қызы да, ұлы да тұра салған жерінде кәдімгідей темекі түтінін будақтата жөнеледі екен. Бұл енді Түркияда мен көрген алғашқы және соңғы негативті нәрсе әзірге. Үшінші, ол Түркияның тұмса табиғаты, ол өте әдемі екен. Жаңа айтып кеткенімдей, мен орналасқан Сакария қаласы бұл Түркиядан 2 сағаттық жерде автобуспен келдім. Терезеден теңізде, тауда, шыршада, қарағайда бәрін қатар көресіз. Өте күшті үйлесім, күшті тандем. Енді алдағы уақытта Түркияның өзге де табиғат тамашасын тамашалауға, көруге мүмкіндігім болады деген үміттемін. Төртінші, мұнда 1000-ға жуық қазақстандық студент білім алып жатыр. Мен өз басым осы аптада бакалаврда оқитын студенттермен таныстым. Олардың үлкені 21-де, кішісінің жасы 17-18-де. Үйінен емес, сонымен қатар елінен де алысқа, жыраққа шығып, басқа елде қорықпай білім алып жатқан студенттердің, осы қазақ жастарының бұл қылығы мен үшін кәдімгі ерлік болып көрінді. Мені қатты қуантты, өйткені мен өзім болып шетелге жалғыз шыққаным бұл бір 25 жаста болды. Сондықтан да мен қазақ жастарының, менің інілерімнің, сіңілдерімнің осындай жаста шетелге шығып, ұзақ уақытқа шығып, білім жолында шығып жатқаны кәдімгідей қуантты. Бұйырса алдағы эпизодты мен оқып жатқан қазақ студентінен Түркиядағы білім туралы, шетелдегі қазақтың өмірі туралы тақырыпта сұхбат жасауға келістім. Бұйырса алдағы уақытта жариялаймын. Сосын 5-ші байқаған дүнием бұл Сакарияда Алматыдағыдай оңай немесе Стамбулдағыдай Истанбул карт жоқ. Жол жүру ақысын қолма-қол төлейміз. Баға біздікінен 2 есе қымбат. Студенттер үшін 12 лира. Бұл дегеніміз 195 теңге. Жаяу жүргіншілер үшін жолда жүру қауіпті, өйткені жаңағы көлік жүргізушілері пешеходта тоқтай бермейді. Сондықтан мейлінше абайлау керек. Сосын мен байқаған тағы бір қызық нәрсе, бұл аяқ киімді есік сыртына шешіп қою. Әдетте бізде қалай, біз пәтерге кіреміз, яғни кілтпен есікті ашамыз, кіреміз, сосын аяқ киімді шешіп, оны
аяқ киім қоятын жерге орналастырып қоямыз ғой енді. Ал Түркияда кәдімгі есіктің сыртынан шешіп, бір жақ шетіне жинап қоя береді екен. Содан кейін мен өзімнің менімен бір бөлмеде тұратын қыздан сұрадым, ұрлап кетпей ма, ешкім тиіспей ма десе. Жоқ, барлығы дұрыс, барлық жақта, яғни осы түріктер осылай істейді дейді. Біздің қарама-қарсы көршіміз ол түріктер, олардың да есігінің алдында өте көп аяқ киімдер тұрады. Бізде есік алдына аяқ киімдердің тұруы ол ауылда ғана ғой, әйтпесе қалада кәдімгідей пәтердің ішіне жинап қоямыз. Сол мені бәрінен қатты таңғалдырғаны осы нәрсе болды. Ал енді түріктер ол қазақтар туралы да, Қазақстан туралы да біледі, хабардар. Университетте менің жетекшімнің өзге де студенттеріменен таныстырды. Сонда сөйлескен уақытымызда олар сол жуырда ғана Түркия президенті Ердоғанның Қазақстанға сапарын да біледі. Одан бөлек Ресей президенті Путиннің келгенін, сол жиында біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сөзін қазақ тілінде бастағанын, Ресей делегациясының сол сәтте бірден жаңағы ілеспе аудармасы бар құлаққапты іздеп кеткенін, яғни бәрінен хабардар екен. Одан бөлек мен көп қазақтың түріктің сериалдарын, фильмдерін өте қатты сүйіп көретінін, тіпті бірнеше жаңағы Япырақ Докму, Момбірдің, Великолепный век сияқты сериалдарды да айтып өттім. Олар оны біледі екен, бастарын изеп отырды. Бірақ арасында қазақтардың сүйіп көрген, бірақ түріктер өздері білмейтін сериалдар да бар екен. Мәселен, Запах клубники, құлпынай иісі сериалын олар мүлдем білмейді екен. Мен көрсетіп таңырқай қарады. Сол бағаға келетін болсақ, бізге қарағанда барлығы едәуір 30-40%-ға арзанырақ. Тек телефонға номер алу, сосын техника ғана қымбаттау екен. Мен мәселен интернетімен қосқанда түрік номерін 500 лираға сатып алдым. Яғни ол біздің ақшаға, яғни теңгеге шаққанда 8100 теңге болады. Тамақтары жақсы, халал емес деген сенімсіздік болмайды. Шайлары тәтті, тамақтары дәмді, енді бұл жағынан шағым жоқ. Бір апта жүріп Түркияда көрген, білгенім осы. Бұл жақта уақыт Қазақстаннан 3 сағат артта. Мен үшін қазір уақыт өте баяу өтіп жатыр. Бұл мені кәдімгідей қуантады. Диссертация жұмыстарынан бөлек өзімнің талайдан бері қолым тимей жүрген басқа да істеріммен айналысып жүрмін. Шаршау, шалдығудан айығып жатырмын. Былайша айтқанда, бұл сапар маған дәл уақытында жеткен терапия болып жатыр. Түркиядағы ғылымдағы жұмыстарым, инсайттарым туралы Инстаграмда айтып жүрмін. Актуальный сторис жасап қойдым, жазылып қойыңыз. Осымен бүгінгі эпизодты аяқтайын. Соңына дейін тыңдағандарыңызға тешекер едерім. Пікір жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, сондай-ақ каналға жазыла кетіңіздер. Бұл мен үшін маңызды, әрі мен әрбір сіздерден түскен лайк үшін, подписка үшін қуанам. Сау болыңыздар. Келесі эпизодта тілдескенше.